Барлықтарыңызға көрініп тұр ма? Жазып беріңіздерші чатқа тоже. Менің презентациям көрінді ма сіздерге? Осы бойынша жазып өтеміз. Көрінді дейді. Керемет, иә. Презентация көрінді. Қалғандарыңызға тоже көріну керек. Жазыңыздар. Көрініп тұрса, сіздерге көрініп тұр деп жазыңыздар. Көрінбей тұрса, көрінбей тұр деп жазыңыздар. Бүгін біз портфельдің балансы, сосын капиталды жүйелі түрде көбейту дегенге тоқталатын боламыз. Бұл сабақ менің ойымша қазіргі таңдағы ең маңызды тақырыптардың бірі. Өйткені сіздердің портфельдеріңіз ол үнемі өзгеріп тұрады. Түсінесіздер ғой, иә? Сіз фондовый рынокқа келдіңіздер, значит, сіздің портфельдеріңіз жыл сайын өзгеріп тұрады. Бір жылдары ол құлайды, бір жылдары өседі. Соған байланысты бұл сабақты негізімен консультационный сабақ сияқты қылып өткізгім келді. Және құрастырылу форматы дәл сондай форматта, сондықтан ішінде сұрақтар болады, сол сұрақтарға барлықтарыңыз шынайы түрде өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Яғни сіздер қазіргі таңда қандай деңгейдесіздер? Именно және де сіздердің өздеріңіздің алға қойған мақсаттарыңыз бар, нәтижелеріңіз бар. Сол нәтижеге қаншалықты сіздер жақындап келе жатырсыздар, немесе алыстап бара жатырсыздар. Осыны осы сабақта сіздерге өздеріңіз көресіздер. Әрине соңында біз портфельдерге мысал келтіретін боламыз, оның барлығы соңғы жағында. Сондықтан оған дейін біз бірінші жетіп алуымыз керек, және де өздеріңіздегі негізгі проблемаларды өздеріңіз осы как консультационный сабақта өздеріңіз жауап беретін боласыздар. Қараңыздар, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Кірген кісілерге енді өзім таныстырып кетейін. Араларыңызда білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Жалпы инвестиция саласында жүргеніме 7-8 жыл болды. Оқу орындары Қазақ ұлттық университеті және де магистратура Санкт-Петербург қаласындағы ИТМО деген университетте оқыған. Одан бөлек қосымша оқу Высшая школа экономики деген Москва қаласында. Сосын экономика бойынша, инвестиция бойынша оқылған кітаптарды тоже көрсетіп кеттім. Соңғы 7 жылда әрине дұрыс стратегия беру үшін ол стратегиялар көбінесе осы адамдардың стратегиясынан алынған. Уоррен Баффет, Рэй Далио, Билл Акман, Фил Фишер және Питер Линч деген өздеріңіз бұларды естіген боларсыздар. Бұл көрсетілген адамдар өздерінің инвестициядағы орындарын уже қойып кеткен адамдар. Және бұл кісілердің өздерінің кітаптары бар, оқып көрген адамдар бұл кісілерді жақсырақ таниды деген ойдамын. Және жұмыс орындар Альфа-банкта қаржылық аналитик ретінде жұмыс жасаған бірнеше жыл. Одан кейін қазіргі Максимум деген өзіміз құрған компанияда как финансовый бөлікті басқарамын. Бұл менің бойынша жалпы ақпараттар танымайтын адамдарға. Яғни сіздерге как мен Telegram каналда айтқан сияқты, соңына дейін отырсаңыздар, сіздер менің немді қалдырам, WhatsApp номерімді, сол номерге жазасыздар. Осы разумный инвестор дегеннің PDF форматын сіздерге беретін боламын. Және де 2026 жылы, 2027 жылы жақсы өсім көрсетуге потенциалы жоғары 7 инвестициялық инструменттерге сіздерге берілетін болады. Сол PDF форматты өздеріңіз аласыздар. Сол жерде әр инструменттің рискі барлығы сол жерде жазылған. Соларды оқып өздеріңіз қолдансаңыздар болады. Әрине ол сіздердің өздеріңіздің тәуекелдеріңізбен қаншалықты прибыль көретіндеріңізге байланысты сол инструменттер таңдайсыздар. Осылай көрсетіледі. Жалпы бұл инструмент 2026-2027 жылдары жақсы өсім беретін 7 инвестициялық инструмент. Бұның барлығы қазіргі EI рыногындағы және бірнеше компаниялар, әртүрлі компаниялар таңдадым. Солардан сіздер өздеріңіз көрсеңіздер болады. Яғни ETF пен компанияларға байланысты жасалынған документ. Соңында ол бойынша айтатын боламыз тағы да. Енді қараңыздар, бірінші нәрсе, кез келген сіздер келген кезде сіздерде өздеріңіздің мақсаттарыңыз бар. Инвестициямен айналысатын кезде, осы фондовый рынокқа кіргенде сіздерде көп адамдардың мынандай мақсаттары болады. Біріншісі қаржылық қауіпсіздік. Бұл не деген сөз? Қаржылық қауіпсіздік сіздердің жұмыстарыңыздан шығып қалған кезде, немесе жұмыс орындарыңызды ауыстырған кезде сіздерге қажетті белгілі бір суммадағы ақша. Сол ақшаны сіздер фондовый рынокта қалыптастырғысы келеді көп адамдар. Сол үшін осы қаржылық қауіпсіздік бірінші орында тұр, иә. Яғни 1 жылға жететін ақша, 6 айға жететін ақша әркімде әртүрлі. Одан кейін ең көп адамдардың айтатыны негізі үй немесе пәтер сатып алу. Ол көбінесе осы бойынша да адамдар тезірек ақша жинағысы келеді. Ол нәрсе түсінікті. Сосын ең маңызды нелердің бірі, себептердің бірі балалардың болашағы.
балаларын оқыту керек, болашақта. Қазіргі таңда енді білім саласы қатты дамып жатқаннан кейін көп ата аналар уже балаларын жай Қазақстанда ғана емес шетелде де оқытқысы келеді. Сол себепті балаларының болашағы үшін капитал жинап бастайды. Кейбір ата аналар балаларының болашағы үшін осы үй пәтерге ақша жинап бастайды. Сосын зейнетке ертерек шығу мақсаты, иә. Ұзақ уақыт жұмыс жасағысы келмей, келгісі келмей. Бұл менің жалпы консультация өткізу барысында көп адамдардан еститін негізгі нелерім. Егер де сіздер қосымша тағы да себептеріңіз болса, оны да комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сосын ең маңызды нәрсе ірі капитал қалыптастыру. Ірі капитал қалыптастыру бұл да осы фонд, яғни акциялармен және ETF-термен, осы облигациялармен айналысу барысында қалыптастыруға болады бұл нәрсені де. Бұл нәрсені үлкен компаниялар жасайды, бұл нәрсені қарапайым адамдар жасайды, бұл айтқанда барлығына қатысты. Өйткені бұл жерде сіздер ең үлкен компанияларға инвестиция жасайсыздар, және сол компаниялардың тапқан табысынан және олардың акциясы көтерілгенде сол арқылы сіздер пайда тауып отырасыздар. Рисктері бар, және де минус жағы да бар, плюс жағы да бар. Енді бұл сабақта ол бойынша тоқталмаймыз, бірақ негізгі себептер осылар болып тұрады. Және уақытпен таңдау еркіндігін қалыптастыру үшін де кейбір адамдарға свобода, бостандық өте қатты маңызды. Сол себепті фондовый рынокқа келетін адамдарда өте көп. Енді өздеріңіз чатқа жазып кетсеңіздер болады. Сіз инвестициямен не үшін айналысып жүрсіз? Мына себептерді тоже жазсаңыздар болады. Сіздің нақты қаржылық мақсатыңыз қандай? Ол мақсатқа жету үшін қанша ақша керек деп ойлайсыз, және қай уақытқа дейін сол нәтижеге жеткіңіз келеді? Ай сайын инвестицияға қанша ақша бөле аласыз? Яғни айтып өттім ғой мен. Бұл сабақ как консультационный сабақ сияқты болады. Сондықтан өздеріңіз үшін осы сұрақтарға бір текстпен жауап беріп кетсеңіздер болады. Біз соны қазір тоже талқылайтын боламыз. Жазып кетсеңіздер болады, төменге текстпен, бір текстпен жазасыздар. Немесе бірнеше текстпен жазасыздар, ол маңызды емес. Яғни сіздер инвестициямен айналысып жүрсіздер, сіздер өз мақсаттарыңызды өздеріңіз нақтылап алуларыңыз керек. Ол бірінші нәрсе, да. Сондықтан давайте жазып кетейік. Чатқа бір-екі адам жазып кетіңіздер. Біз оны көрейік. Одан кейін соны талқылаймыз. Біртіндеп біз жаңағы портфель деген нәрсеге келеміз. Өйткені портфельге жетіп алу үшін сіздерде өздеріңізде мақсат болу керек, түсінесіздер ме? Бұл мақсаттың ішінде осы нәрселер кіреді. Ірі капитал қалыптастыру дейді. Бір кісі жазып жатыр. Вот бірінші мақсат уже кетті. Қалғандарыңыз тезте жазайық. Сіздер қаншалықты тез жазасыздар, біз де соншалықты тез қозғалатын боламыз. Қалғандарыңызда ешқандай мақсат жоқ па сонда сіздерде? Барлықтарыңызда ол мақсат сіздерде болу керек нәрсе. Өйткені білесіздер, ақша деген ол мақсатқа байланысты жиналады сіздерде. Белгілі бір мақсат құрасыздар, целдеріңіз болады, сол мақсаттарға жету үшін сіздер ақша жинап бастайсыздар. Түсінесіздер ғой, иә? Қалғандарыңыз ешқандай мақсат жоқ па сіздерде? То жазайық, тездетіп. Ірі капитал қалыптастыру біріншісі, иә? Қалғандарыңыз. Давайте мұнда өздеріңіз үшін осы сұраққа жауап беріңіздер. Түсінесіздер ғой, иә? Қалған кісілер мүмкін ұялып отырсыздар, мүмкін жаза алмай отырсыздар, бірақ сіздер әрқайсыларыңыз осы сұрақтарға өздеріңіз жауап беріңіздер. Миларыңызда. Түсінесіздер ғой, иә? Миларыңызда осы сұраққа жауап беріп кету керек. 10 жылда деп жатыр, міне конкретно өздерінің мақсаттарын қойып жатыр. Енді как раз ар жағында біз сол бойынша айтатын боламыз. Қараңыздар. Жалпы капиталды сіздер мақсат қойған кезде уже түсіну керексіздер. Ол мақсатқа сіздер белгілі бір уақытта жете аласыздар. Белгілі бір уақыт керек әрбір мақсатқа жету үшін. Енді қанша уақытта жетуге болады? Сіздер де жаңа айтып жатсыздар 10 жылда деп, иә. Мысалы сіздер 30 миллион теңге жинағыларыңыз келеді. 30 миллион теңге жинағыларыңыз келеді, да? Вот жазып жатыр, зейнетке дайындық, пассив доход алып отыру қомақты дейді. Вот керемет. Жазып отырған кісілер, салысып отырған кісілер, барлықтарыңызға рахмет. Қараңыздар. Енді 30 миллион теңге қоясыздар мақсатты. Егер сіздер әр портфельдің өзінің беретін проценті болады. Оны сіздер өздеріңіз нақты білулеріңіз керек. Және сіздер өз портфельдеріңізге қарайсыздар, ол портфельдеріңіз соңғы бір жылда қанша процентке өсті. Білесіздер ме? Дәл солай о процент жыл сайын өсіп отыру керек. Кемі 10% болу керек та, оның кемі.
әрине лучшем случае 20 мен 30-дың арасы болу керек біздің Қазақстанда. Бірақ даже 10%-тен егер сіздер портфельдеріңіз бар, ол жыл сайын 10% өсім беріп жатса, сіздер 30 миллион теңгені 12 жыл 7 айда жинайсыздар, яғни 13 жыл уақыт керек болады оған. Дәл солай 50 миллионды 16 жыл 6 айда жинайсыздар, 7 миллионды 19 жыл 4 айда жинайсыздар. Түсінесіздер ғой, Содан кейін екінші нәрсе, жылына 20%-тен жинай алатын болсаңыздар, онда 9 жыл 1 ай. Көрдіңіздер ме? Ортада уже сіздерде почти 4 жыл жоғалып кетті. Яғни сіздер 20% көрсете алсаңыздар портфельдеріңізде, онда 4 жылды қысқартасыздар. Дәл солай 50 миллион болатын болса, мына жерде де 4 жыл екенін көріп тұрсыздар, 4 жыл қысқартуға болады. Егер 30% болатын болса, екеуін салыстырып қараңыздар, почти 5 жыл, даже 5,5 жыл сіздер қысқартасыздар. Яғни портфельдің проценті сіздердің мақсаттарыңызға тезірек жетуге көмектеседі. Яғни осы нәрселерге назар аудару керек. Сондықтан портфельдеріңізді ашқан кезде сіздер түсінулеріңіз керек. Менің портфелім жылына қанша процентке өсіп жатыр? 10%-ке өсіп жатыр ма, 20%-ке өсіп жатыр ма, 30%-ке ол өсіп жатыр ма? Ол бірінші сұрақ, сіздерге жауап беру керек нәрсе. Аз процент, значит, ұзақ уақытта жетесіздер мақсатқа. Дәл солай. Бұл деген не деген сөз? Егер де сіздер ай сайын 100 мың теңгеден салып отырсаңыздар, түсінесіздер ғой, 100 мың теңгеден салып отырсаңыздар, сол кезде 10%-пен көтерілсе, сондай жағдайға алып келеді. Енді 200 мың теңгеден де салуға болады ай сайын. Сол кезде сіздерде әрине басқаша көрсеткіш болады. 8 жыл 2 ай. Мына жерде 20% болса 6 жыл 4 ай, және мына жақта 5 жыл 4 ай. Разницаны көріп тұрсыздар ғой, Разницаны көріп тұрсыздар. Өйткені портфельдің проценті өте қатты маңызды. 50 миллион теңге болатын болса, 10%-пен уже 11 жыл жинайсыздар. 200 мың теңгеден салып отырсаңыздар. 20%-пен 8 жыл 4 айда. 30%-пен 6 жылда 50 миллион теңгені жинауға болады. Түсінесіздер ғой, Енді 500 мың теңгеден сала аламын дейтін кісілер болса, уже даже 10%-тің өзінде, көбейгеннің өзінде, сіздер 30 миллион теңге 4 жылдың ішінде жетіп аласыздар. 500 мың теңге салатын болсаңыздар. 20%-пен болатын болса 3 жыл. 30% болса тоже 3 жыл 2 ай. 50 миллион теңгеге 6 жыл, 5 жыл, 4 жылда. Және де 500 мың теңге салатын болсаңыздар 70 миллионға 7 жылда жетіп алуға болады. Және де 20%-ке 6 жылда, 30%-ке 5 жылда жетіп алуға болады. 30% жасайтын болсаңыздар 5 жылда 70 миллион теңге жасауға болады. Әрине сұрақтар бар. Қараңыздар, любой нәрсені осы, яғни бұл теоретический жағдайы, идеальный случай сіздер осылай жасай аласыздар. Бірақ бірінші осы нәрсеге кедергі болатын жағдайлар бар. Біріншісі, әрқайсыларыңыздың өздеріңіз жастарыңыз, түсінесіздер ғой, барлықтарыңыз бір жаста емессіздер, яғни инвестицияны кім ертерек бастайды, кім 20 жаста, 25 жаста ертерек бастайды, соған капиталды ұзақ уақыт болса да, даже аз процентпен болсын, ұзақ уақытта ол жинап алуға мүмкіндік болады. Әрине сіздердің жастарыңыз үлкендеу болып қалса, онда сіздерге көбірек ақша салу керек. Және де сіздер енді 500 мың теңгені салған кезде сізде не болу керек? Сенімділік болу керек. Түсінесіздер ма? 500 мың теңгені қандай инструменттерге салуға болады деген сұрақ туындайды уже, Оны сіздер өздеріңіз сенетін инструменттерге салуларыңыз керек. Өйткені миллион теңге салатын болсаңыздар, уже қорқып бастайсыздар. Қандай инструмент, мен ақшам құрып кетпей ма, жоғалып кетпей ма деген сияқты сұрақтар туындайды. Ол үшін сіздерге не керек? Сенімділік керек. Бірінші нәрсе айттық, жас пен уақыт. Үшінші нәрсе білім, тәжірибе, жұмсалатын уақыт пен және энергия. Мысалы, көп адамдар ойлайды, егер де сіздер өздеріңіз инвестиция жасап жүрген болсаңыздар, түсінесіздер ғой, тек өздеріңіздің білімдеріңізбен, яғни сіздер жаңағы мақсаттарға ұзақ уақытта жетесіздер. Ол нәрсе түсінікті. Өйткені сіздер инвестицияға кәдімгі уақыт бөлулеріңіз керек, ол жақты зерттеулеріңіз керек, және салатын компанияларыңызды зерттеулеріңіз керек. Яғни сізден көп уақыт пен энергия кетеді. Оны сіздер түсініп отырсыздар деген ойдамын. Яғни осы үш нәрсе, ол адамдар үшін кедергілер, жаңағы мақсаттарға жету үшін. Кейбіреулердің жастары үлкен, яғни инвестиция жасайтын уақыт аз болуы мүмкін. Екінші нәрсе, сіздер салатын инструменттерге сенбейсіздер. Қандай инструментке мен көп ақшамды сала аламын? Оған сенімділіктерің жетпейді. Үшінші нәрсе, білім мен тәжірибе және жұмсалатын уақыт. Осыған жету үшін, сенімді түрде ақша салу үшін сізден қанша жұмсауларыңыз керек? Осы сұрақ. Енді мына сұрақтарға жауап беріп кетіңіздер, тоже өздеріңіз үшін. Сіздер қазір қай жастасыздар?
Және белсенді жұмыс істеп инвестиция жасауға қанша жылыңыз бар деп ойлайсыздар өздеріңіз? 20 жыл болса 20 жыл деп жазыңыздар. Өйткені инвестициямен айналысу ол сіздер қашан миларыңыз сіздердің тоқтайды, соған дейін айналыса аласыздар да, түсінесіздер ма? Инвестициялық шешімдеріңізге қаншалықты сенімдісіз? Компанияны не үшін сатып алғаныңызды нақты түсіндіре аласыз ба? Нарық 30% құласа не істейтініңізді білесіз бе? Инвестицияны жүйелі үйренуге сіздер өздеріңіз үйренсеңіздер, қанша уақыт сіздер жұмсайсыздар оған? Әлде просто ала саласыздар да соған сала саласыздар ма деген сияқты ғой. Қазіргі біліміңіз сізді мақсатыңызға жеткізе алады ма деген сұрақтар сіздерде. Жазып жатсыздар міне. 57 жас дейді, 75 жас дейді. 75 жастағы кісі бар екен бізде. Таныстар ма? 75 жастағы. Керемет, 75 жаста инвестиция туралы үйренгісі келеді. Керемет. Яғни 18 жаста қалғандарыңыз тоже жазып кете салыңыздар. 66 жас дейді. 66 жас. Яғни сіздерде осындай факторлар бар. Түсінесіздер ғой, осындай факторлар бар. Және де жаңағы кедергілерге сіздер өздеріңіздің ақшаларыңызды жұмсайсыздар. Түсінесіздер ғой, Енді осы нәрсені реттеу үшін, яғни портфельді реттеу үшін сіздерде белгілі бір стратегия болу керек. Түсінесіздер ғой, стратегия. Стратегия дегеніміз қандай акция өсетінін нақты болжау емес. Бұл жерде қандай жағдайда активті сатып алатыныңызды, портфельде қандай активтер болатынын, әр активке қанша үлес беретініңізді, қандай тәуекелге дайын екеніңізді, және нарық өскенде құлағанда не істейтініңізді алдын ала сіздер өздеріңіз білулеріңіз керек. Түсінесіздер ғой, Яғни әртүрлі экономикалық жағдайда, әртүрлі сіздер сатып алған компанияларды әртүрлі жағдайда не істейтіндеріңізді алдын ала сіздер білулеріңіз керек. Егер сіздер оны білсеңіздер, значит сіздерде стратегия деген нәрсе бар деген сөз. Бұл нәрсе түсінікті деген ойдамын енді. Бірақ енді тек қана осы стратегия құрған кезде сіздерге әсер ететін факторлар бар. Ол мен факторларды мына жерге біразын көрсетіп кеттім. Бірінші нәрсе әрине компанияның ішкі жағдайы. Түсінесіздер ғой, компанияның бизнесі қандай, ол бизнес қалай болып жатыр, ол қандай сектордағы бизнес, алдағы уақытта оның потенциалы бар ма? Яғни компанияның толық ішкі жағдайы, оның продукциясы, ол бізде ең негізгі фактор болып табылады. Бірінші нәрсе назар аударатын, Екіншісі экономикалық жағдай. Экономикалық жағдай дегеніміз қандай экономикалық біз жағдайдамыз? Әлем бойынша, Қазақстан бойынша, ақш бойынша, соның барлығын сіздер алдын ала білулеріңіз керек. Одан кейін базалық пайыздық мөлшерлеме. Біздің Қазақстандағы болсын, Америкадағы болсын, яғни базалық пайыздық мөлшерлемесі. Ол қандай болып тұр? Ол айтқанда экономиканы қозғайтын фактор болғаннан кейін базалық пайыздық мөлшерлеме ол сіздерде негізгі факторлардың ішіне кіреді. Сосын қор нарығындағы жалпы жағдай, қай сектор әлсіреп жатыр, қай сектор күшейіп жатыр, қай секторға больше ақша кетіп жатыр, ақша ағыны деген сияқты нәрселердің барлығы осы сіздерде төртінші факторға кіреді. Өйткені сіздердің мақсаттарыңыз, жаңа капиталға жету үшін үнемі сіздердің портфельдеріңізді өсіріп отыратын компанияларды іздеу. Түсінесіздер ма? Солармен толықтырып отыру. Мысалы, бір компания, бір бизнес ол үнемі өмір сүрмейді, ұзақ уақыт өмір сүрмейді. Әр бизнестің өзінің өмір сүру уақыты болады. Ол сектор, мысалы, күші әлсіреуі мүмкін, ол компанияның күші әлсіреуі мүмкін. Сондықтан сіздер портфельдеріңізді дұрыс компаниялармен толықтырып отыруларыңыз керек. Немесе дұрыс ETF-термен, дұрыс облигациялармен. Сондықтан одан кейінгі бесінші жағдай ақш-тағы мемлекеттік облигациялардың табыстылығы. Ол қандай болып тұр? Егер ақш-тың мемлекеттік облигацияларының табыстылығы компаниялардың беретін табыстылықтарынан, яғни прибыль туралы айтып жатырмық бұл жерде, таза прибыльдерінің беретінен жоғары болып тұратын болса, онда фондовый рыноктың әлсірейтіні түсінікті. Одан кейін нарықтағы жалпы P/E көрсеткіші, жалпы нарықтың P/E көрсеткіші қандай болып тұр? Ірі компаниялардан капиталдың шығуы мен кіруі. Мысалы, сіздер Google компаниясын алатын болсақ, Google компаниясының CEO-лары, яғни басқарып отырған адамдары өз акцияларын сатып жатыр ма, немесе портфельдерін көбейтіп жатыр ма, жаңағы нәрсе, акцияларын көбейтіп жатыр ма? Өйткені акция рынокқа шыққан кезде либо оны көбейтеді, либо оны азайтады. Сол нәрсе көбейіп жатыр ма, азайып жатыр ма, ол да сіздердің компанияға тікелей әсер ететін факторлардың бірі. Сосын соғыс және геосаяси жағдайлар. Қазіргі болып жатқан жағдайлар тоже сіздердің белгілі бір секторларға әсер етеді, белгілі бір секторларға жайырақ әсер етеді. Яғни сіздер акция сатып алған кезде, немесе ETF сатып алған кезде сіздер оны түсінулеріңіз керек.
міне бізде портфельге әсер ететін негізгі факторлар осы. Енді біз осыларға қысқаша тоқталып кетеміз. Бірінші нәрсе ол әрине мынау Америкадағы базалық ставка. Көбілеріңіз Американың нарығына компанияларына акцияларын сатып алатын болғаннан кейін біз үшін осы Америкадағы базалық ставка өте қатты маңызды. Қазіргі таңда 3,75 деген шаманы көрсетіп тұр. Яғни ұзақ уақыт бойы осы ұстап тұр. Бұл деген сөз көрдіңіздер ғой, осы уақытқа дейін төмендеді. 2024-тен бастап біртіндеп төмендеп келе жатыр. Ол төмендеуі фондовый рынокқа тікелей әсер етті. Оны салыстырмалы түрде S&P 500-тың индекс ETF-терін қарасаңыздар болады. Яғни осы аралықта бізде фондовый рынок өте қатты өскен. Яғни базалық ставканы төмендеткен кезде фондовый рыноктың жалпы рынок өседі деген не бар, нақты көрсеткіш екенін көріп тұрсыздар. Төмендесе өседі рынок. Қазіргі таңда бір шамада ұстап тұр бұны. Түсінесіздер ме? Соңғы уақыттарда байқайсыздар ма, 2026 жылдары прям 2025 жақты үлкен өсім көрмедік. Оған енді бір фактор, әсер ететін факторлардың бірі осы 3,75. Келесі нәрсе, ол PNI деген нәрсе, рыноктың PNI, жалпы рыноктың, американский рыноктың PNI-ін сізге көрсетіп тұрмын. Қазіргі таңда ол 42 деген нәрсені көрсетіп тұр. Түсінесіздер ме? 42. Ең пик 2000 жылы болған, ол 44 болған бұл кезде. Қазіргі соған жақындап келе жатыр. Яғни қазіргі нарық достаточно жоғары бағаланып тұр деген мағынаны білдіреді. Яғни сіздер осы нәрсені бағаланып тұрғанын білесіздер. Соған байланысты сіздер стратегияларыңызды өзгертулеріңіз керек. Өйткені нарық көтеріліп тұрған сіздер біліп тұрсыздар. Қандай бөлік оны көтеріліп тұр? Не үшін көтеріліп тұр? Бұл енді селлер деген PNI. Бұл жерде инфляция мен жалпы орташа нарықтың орташа табысын көрсетеді. Бүкіл компаниялардың табыстарын алады да соларды орташалайды. Түсінесіздер ғой, 500 компанияның табысын алады да соны барлықтарын қосып шығады да 500 компанияға бөлген кезде орташа прибыль шығады бүкіл компаниялардың. Сосын бүкіл компаниялардың капитализациясын алады, яғни нарықтағы бағаланып тұрған шамаларын алады да барлығын қосады да соны жаңа 500 компанияға бөлген кезде шыққан капитализация шығады. Яғни орташа капитализациясы, орташа прибыль, соны бөлген кездегісі мынау 42 деген шаманы шығарады. Яғни бұл нарықтың жоғары инфляцияны ескерген кезде жоғарғы PNI беріп тұрғанын көреміз. Ал егер инфляцияны ескермейтін болсақ, және орташа прибыльді алмаймыз, жалпы прибыльді ала беретін болсақ, ол кезде кішкене өзгешелік бар. Мына жердегісін көріп тұрсыздар, 2002 жылы өте қатты көтерілген рынок қазіргі таңда 29-ды көрсетіп тұр. Бұл орташаланған емес. Түсінесіздер ғой, 2009 жылы өте қатты өскен. Ол кезде кризисті білесіз жарыстар, 2008-2009 жылдар болған кризисте. Сол кезде компаниялардың капитализациясы өте қатты өскен. Нарық өте қатты бағаланған, жоғары бағаланған. Соған байланысты ол кезде үлкен кризис болды. 2000 жылда тоже қазіргі AI рыногына байланысты, интернетке байланысты бум болған. Сол кезде рынок қатты құлаған. Ол кезде де. Енді қазір сол жағдайға жайлап жақындап келе жатырмыз. Одан кейінгісін көріп тұрсыздар, 2022 жылы Украина мен Ресей арасында болған сақтық қақтығыста сол кезде де рыноктың PNI көтерілді. Ол кезде де бізде кризис болды. Байқайсыздар, энергетикалық кризис болды. Сол кезде рынок тоже құлады. Енді 2026 жылы біз жайлап соған қарай көтеріліп келе жатырмыз. Бұл нәрсе біздің стратегия құру барысында ескеретін дүниелеріміз. Түсінесіздер ғой, Келесі нәрсе, Америкадағы 10 жылдық облигациялардың беретін проценті. Қазіргі таңда 4,6% беріп жатыр. Яғни сіздер Американың мемлекеттік облигацияларын сатып алатын болсаңыздар, сіздерге 4,6% жылына беріп отырады. 10 жыл бойы 4,6% беріп отырады. Бұл да бізде рынокқа әсер ететін факторлардың бірі. Келесі нәрсе, жаңа айтып өттім, ірі компаниялардағы акцияларының өсуі немесе азаюы. Яғни любой компания рынокқа шыққан кезде белгілі бір акциямен шығады. Сол акция алдағы 2020 Google-дікі, сіздер көріп тұрсыздар, Google-дікі акциясы, яғни акциясының мөлшері 13,5 миллиард акциясы бар 2020 жылы. Одан кейін 2021 жылы бірден акциялар азайып келе жатыр. Түсінесіздер ме? Не үшін азаяды бұл акциясы? Өйткені компания өзі акцияларын өздері сатып алады. Нарықтан өздері сатып алады. Неге? Өйткені қазіргі рыноктағы бағасы нашар, яғни
төмен бағаланып тұр деп өздері ескереді да нарықтан бағаларын сатып алады. Қазіргі таңда біртіндеп көбейтіп жатыр. Түсінесіздер ма? Значит, олар сатып жатыр деген сөз өздері. Кейбір компанияларда осы риск көтеріліп кетеді. Значит, үлкен компаниялар егер нарыққа өздерінің акцияларын көбейтетін болса, ол да біз үшін жаман сигналдардың қатарында. Одан кейін ескеретін нәрсе, қараңыздар, одан кейін ескеретін нәрсе ол экономиканың өсіп төмендеуі. Бізде циклдер болады, экономикалық циклдер. Біріншісі қалпына келу деген нәрсе болады. Яғни рынок өте қатты құлайды. Жаңа көрдіңіздер ғой, 2009 жылы құлады. Одан кейін ол біртіндеп қалпына келу керек. Одан кейін бір технологиялар пайда болады біз сияқты. Мысалы 2023 жылы как раз AI рыногы басталмас бұрын оның алдында бір кризис болып алды. 2022 жылы энергетикалық кризис. Одан кейін жайлап қалпына келіп бастады. Одан кейін кеңею процесі болды. Нарықта акциялар жаңағы AI бумына байланысты компаниялардың капитализациясы нарық өте қатты бағалай бастады. Соған байланысты 2023-тен бастап технологиялық компаниялар өте қатты өсті. Байқайсыздар ма сол нәрсені? Рынокта өте қатты өсті. Одан кейін рынок белгілі бір шыңға келетке барады. Ол почти осы 2026 жылға келіп тұрды негізі пикке. Сөйтіп қазіргі таңда технологиялық компаниялар қазіргі таңда жайлап акциялар төмендеп жатыр. Байқайсыздар ма сол нәрсені? Мүмкін біз осы жердеміз, кеңею процесіндеміз, мүмкін біз қысқару процесіндеміз, және пикке жетіп біртіндеп әлсіреп жатырмыз. Түсінесіздер ма? Осы екі аралықтамыз біз. Бұл экономикада постоянно болып отыратын циклдер. Шыңға жетеді, одан кейін құлайды, қайтып төменгі нүктеге келеді, қайтып қалпына келу процесі қайтып басталады. Бұл үнемі болып отырады экономикада. Сондықтан осы нәрсені де тоже ескеру керек. Енді қараңыздар, осыған байланысты портфельдің балансы болады. Түсінесіздер ғой, иә? Портфельдің балансында сіздерде бірнеше бөлік болу керек. Біріншісі қорғаныс бөлігі. Оны мен не кіргізіп қойғанымды көріп тұрсыздар ғой, иә? Қорғаныс бөлігі дегеніміз мемлекеттік облигациялар, ол алтын, ол арасында кейбір кезде металдар, бірақ мен көбінесе айтатыным ол алтын мен мемлекеттік облигациялар. Өйткені осы экономикалық жағдайларда олардың өсетін уақыттары болады және құлайтын уақыттары болады. Соған байланысты осыларды біртіндеп көбейту. Яғни қорғаныс бөлігін сіздер үнемі қалыптастырып отыруларыңыз керек. Ол сізде рынок құлаған кезде сіздің портфеліңізді сақтап қалатын бөлік осы. Яғни сіздерде облигация болмаса, облигация болмаса, онда сіздерде портфельде облигациялар қосу керек деген сөз. Одан кейін негізгі бөлік болады портфельде. Ол сіздердің алатын компанияларыңыз. Яғни сіздер сеніп ұзақ капитал салуға болатын компаниялар болады. Солардың қатарында ETF-тер, компаниялар, олардың барлығы осының ішінде. Яғни S&P 500-қа ETF-не салғыңыз келе ма? Значит, ол сіздің негізгі бөлігіңіз, да? Одан кейін Қазақстанда қандай, мысалы, Халықбанк, Каспий банк, одан кейін әлемдік компаниялар болатын болса, Microsoft, Google болатын болса, олардың барлығы сіздерде негізгі бөлікке кіреді. Олардың бере алатын проценттер әрқайсысында әртүрлі және секторларына байланысты болады. Одан кейінгісі тәуекелі жоғары бөлік деген болады. Бұл қысқа уақыт аралығына инвестиция жасау. Яғни сіздер кейбір компанияны білесіздер, олар төмен бағаланып тұр нарықта. Ол компания аз уақыт аралығында 20-30% көрсетуі мүмкін. Сол кезде сол рискованный активтерге 2-3 айға сіздер уже инвестициялар жасайсыздар. Бірақ ол основной сіздердің қаражаттарыңызды оған салуға болмайды. Түсінесіздер ғой, иә? Яғни оған арнайы сіздердің 10%-тері портфельдің немесе 20%-і осы тәуекел жоғары бөлікке сіздер саласыздар. Сол арқылы портфельдің процентін арттыруға болады. Өйткені біз жаңа айттық, ең басында портфельді 20%-ке көтеруге болады, 30%-ке көтеруге болады. Түсінесіздер ме? Соны реттеу үшін сіздерде мына тәуекел жоғары бөлікте сіздерде болу керек. Енді мен примерно сіздерге көрсетем. Қараңыздар. Мынау нақты не емес, правила емес. Бірақ қорғаныс бөлікте кемі 30% болу керек. Қорғаныс бөлігі, яғни облигациялардың сіздердің портфельдеріңіздегі үлесі кемі 30% болу керек. Максимум 60-50%, сондай шамада кейбір экономикалық жағдайларда солай көбейтуге болады. Яғни 50 мен 60% арасында. Негізгі бөлікті көріп тұрсыздар. Негізгі бөлікке мына жерде 60% берілген. 60%. Бұл жаңағы сіздердің үлкен капитал жинайтын бөлік. Түсінесіздер ғой, иә? Қандай компанияға сіздер сенімді түрде үлкен капиталды жинай аласыздар? Өздеріңіз ойланып көріңіздер. Қандай капиталға, қандай компанияға сіздер үлкен капиталдарыңызды сала аласыздар?
ол сіздердің негізгі бөліктеріңіз болып табылады. Одан кейін тәуекелі жоғары бөлік, ол айттым ғой жаңа, 10-15% аралығында болады. Сіздерде бұл жерде бір айдан бастап 4-5 ай аралығында жаңағы дұрыс бағаланбай тұрған компанияларға салу арқылы 30-20%-ті сондай қысқа уақыт аралығында жасауға болады. Бұл сіздерде тәуекелі жоғары бөлік болып табылады. Ну, примерно мысал көріп тұрсыздар, 10 миллион болатын болса, 3 миллион теңгелердің сіздерде облигацияда жату керек, 6 миллион теңгеңіз мықты компаниялар, сосын ETF-терді жату керек, және миллион теңгелеріңіз және тәуекелі жоғары және қысқа мерзімді идеялар болады. Сол идеяларға салу арқылы сіздер капиталдарыңызды тезірек көбейтсеңіздер болады. Бұл жалпы нарықтағы общий барлық адамдарға қатысты формула десек болады. Міне осындай бөлік болу керек. Насыздар ғой, Енді сұрақ туындайды сіздерде. Давайте бір чатқа жазып кетіңіздер. Сіздерге пока осы ақпарат түсінікті болып жатыр ма? Түсінікті болып жатыр ма? Ақпарат түсініксіз болып жатыр ма? Давайте жазып жіберіңіздер. Чатқа жазып жібереміз. Тыңдап отырған кісілер. Осы ақпарат сіздерге түсінікті ма? Егер жазып жіберді, керемет дейді. Happy name керемет дейді. Қалғандарыңыз тоже жазып кетіңіздер. Түсінікті, күшті дейді. Яғни сіздер всегда кейбір адамдарда мысалы портфельдері өте қатты құлап кетеді, түсінесіздер ма? Құлап кету себебі рискованный кейбір активтерге көп салып қояды. Көп компаниялары рискованный жақта жатады. Байқайсыздар ма, Сіздер оны өздеріңіз білесіздер. Портфельдеріңізді ашқан кезде кейбір компанияларға сіздер түсінбей салып қоясыздар. Даже түсінбей салып қоюдың өзі риск. Түсінесіздер ғой, Мысалы, просто қазақстандық кейбір компанияларды айтсақ болады. Анау Алтел мысалы, Forte деген сияқты компаниялар мысалы, олар көбінесе рискованныйлар жатады. Air Астана, мысалы Қазақстанның, просто Қазақстанның өзін айтып жатырмын, сіздерде көп білетін. Air Астана, олардың барлығы уже сіздердің портфельдеріңізді төмендететін компаниялар болып табылады. Түсінесіздер ғой, Сіздер салдыңыздар, олар сіздер қалайтын процентті бермейді олар. Бірақ сіздердің портфельдің процентін құлатады олар. Түсінесіздер ма? Кейбір компанияларыңыз болады, сіздерде жақсы прибыль көрсетеді. Оның бірі Халықбанк. Түсінесіздер, Халықбанк сіздерде портфельдеріңізді соңғы жылдар көбейтіп жүр. Бірақ жаңағы қосымша активтерге егер сіздер салатын болсаңыздар, олар сіздердің портфельдеріңіздің процентін құлатады. Байқайсыздар, ол нәрсені. Өздеріңіз портфельдеріңізді ашқан кезде сіздер оны түсінесіздер. Так что сол нәрсені алдын алу үшін сіздерде мына қорғаныс бөлік деген болу керек. Қорғаныс бөлік деген. Осы қорғаныс бөлігі арқылы сіздер портфельдің құлау вероятностын азайтасыздар. Өйткені Қазақстанда сіздердің кейбір компанияларыңыз жылына даже 10% бермейді. 10%. Кейбіреуі даже 15% бермейді. Ал облигациялар, бізде қазіргі облигациялар, байқайсыздар ма? Облигациялар қанша процент беріп жатыр? Біздің облигациялар қазір компаниялар бар, даже облигациялар 20-25% аралығында беретін, облигацияның процентін беретін, купон беретін компаниялар бар. Сіздер 10% компаниялар инвестиция жасап қоясыздар, ал мына жақта гарантированный, почти гарантированный айтайықшы, өйткені оның да рискі бар ғой. Солардан 20% мен 25%-тің арасында сіздер алып отырсаңыздар болады, бірақ сіздер кейбір компанияларға, непонятный компанияларға салып қоясыздар, сондықтан портфельдің проценті төмендеп кетеді. Сіздер оны білесіздер. Енді мен сіздерге жалпы жаңа айттық қой ең басында, мақсат айтқан кезде жыл сайын 20-25% аралығында жасап отыру үшін сіздерге ол компанияларды сіздер білулеріңіз керек. Мысалы, мен мысал келтірейін, Қазақстанда Халықбанктың дивидендінің өзі 15%. Дивиденд сондай белгілі бір компанияның и оның компаниясының өзінің өсімі бар, акцияның өсімі. Егер ол сіздерге 15%-ке өссе Қазақстанда, сіздер уже 30% аласыздар. Микрофонды өшіре салайық, отырған сіздер. Мен дауысым, сіздердің дауыстарыңыз басқаларға естілетін. Микрофонды өшіре салыңыздар.
компанияның Ә, жүзден бағанағыдай яғни ақшасы көп сіздер болатын болса, бүкіл көп қазақстанский табыс болса, компанияларды, даже казахстанский компаниялар болсын, американский компаниялар болсын, сонымен сіздер қатар ол алған кезде расход болуы мүмкін. түсінулеріңіз Мысалы керек. компания Ол егер дивидендтің өзі 540 50 мың теңге 15% салдым, берсе, бірақ 30 қалған мың теңге компанияның құлап өсімі қалды, 15% 20 берсе, мың ол теңге уже шығынға 30% шығады. береді. Сондай бірақ ол қандай компания компаниялар бар? құлап қалды деп уайымдамау керек. Өйткені ол Мысалы, компания неге Форте жұмсалады? ондайға жатпайды, Дамуға Эйр жұмсалады. Астана ондайға жатпайды. Түсінесіздер Ол ма? дейтін сен 20 Олар мың уже теңгеде рискованный активтер болып кетеді. дамытады. Енді Содан кейін 60 мың 80 мың американскийға келетін болсақ, американский компанияларға. Енді мына секторды просто қараңыздар. бірақ мен Секторды дұрыс қараңыздар. компания Американский табатын. компания Қазақтың секторларда, отандық программа шығаратын. Дәл қалғандарыңызды көресің өшіріп тастаңыздар. Нелеріңізді. халық банк солардың акция саламын. Ол кісі өшіре білмейтін сияқты ғой. Давайте енді өшірдік ау деймін, американский компанияларға келген кезде сіздер мына нәрсені түсінулеріңіз керек. Ақша қай секторда жатыр? Түсінесіздер ма? Ақша қай секторда жатыр? Просто біз мына секторға қараймыз. Қараңыздар енді. Американский фондовый рыноктың ең көп бөлігі қай жерде жатыр екенін жазыңыздаршы сол нәрсені. Мына секторды өздеріңіз көріп тұрсыздар. Секторды өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ақша қай секторда жатыр? Давайте. Өздеріңіз жазып көріңіздер. Кіре алмай жатқан кісілер бар екен, иә? Жазып жатыр. Технологиялық секторда жатыр. Қаржы секторы деп жатыр. Технологиялық сектор. Не үшін енді жатады деген сұраққа сіздер ойланып бастауыңыз керек та. Значит, ол жақтағы компаниялар үлкен өсім көрсетіп жатыр. Түсінесіздер ма? Сіздерде егер де портфельдеріңізде технологиялық компания болмайтын болса, сіздердің портфельдеріңіз 20% көрсетпейді. Ол гарантированный нәрсе, түсінесіздер ма? 20% көрсетпейді. Ол нәрсені уже ойламай қойсаңыздар болады. Бірден. Яғни екінші сектор әрине қаржы секторы. Көріп тұрсыздар, 15 триллион ақша қаржы секторында жатыр. Технологиялық секторда 33 триллион ақша жатыр. 33 триллион ақша технологиялық секторында жатыр. Қалған секторлар, мысалы байланыс қызметтері деген не ол? Мета, Google солар ғой. Оларда 12 триллион ақша жатыр. Яғни бүкіл фондовый рынокты алатын болсақ, осы 3 сектор қазіргі таңда технологиялық секторы және қаржы секторы, сосын байланыс қызметтер секторы, оларда ең үлкен фондовый рынокты ашып жатыр екен. Значит, ол жақтағы компаниялар жыл сайын жақсы өсім көрсетіп жатыр деген сөз. Сол үшін инвесторлар осы секторларға больше ақша құяды деген сөз. Қалған секторлар ондай қатты өсім бермейді. Сол себепті ол секторларда сіздерде адам, яғни ол секторлардағы процент төмендеу болады. Түсінесіздер ғой, яғни сіздер портфельдеріңізді ашқан кезде, менде қандай компаниялар бар деген өздеріңіз сұрақтарыңызды қойыңыздар. Портфельді қарайсыздар, олар қай секторға жатады? Қаржы секторы ма, технологиялық сектор ма, әлде там байланыс секторы ма, энергетикалық сектор ма? Вот өздеріңіз сол сұрақтарға жауап беріңіздер. Егер де сіздердің портфельдеріңізде осылардан бөлек секторларда жататын болса, значит сіздердің портфельдеріңіз 20% көрсетпейді. Бірақ түсіну керек нәрсе тоже бар. Технологиялық секторларда қазіргі таңда AI мен байланысты болғаннан кейін ол жерде риск достаточно жоғары. Ол компаниялар үлкен өсім бере алғанымен, олардың құлау проценті де соншалықты жоғары болады. Ол нәрсені тоже ескеру керек. Ол нәрсені ескеру үшін мен сіздерге айттым, қорғаныс бөлікті сіздер постоянно ұстап отыруларыңыз керек. Қорғаныс бөлікті. Бұл бөлік болмаса, сіздер сенімді түрде инвестиция жасай алмайсыздар. Түсінесіздер ма? Өйткені портфель құлап кетеді. Осы нәрсені түсіну керек. Енді мен сіздерге рыноктағы жазып жатыр, технологиялық энергетика қорғаныс секторы деп жатыр. Уже өздеріндегі бар, нені жазып жатыр, міне. Осы нәрсені сіздер өздеріңіз үшін портфельдеріңіз бір қарайсыздар, тексересіздер и анықтайсыздар. Әрқайсысының өзінің процентін шығару керексіздер. Түсінесіздер ма? Менде мына бөлікте қанша жатыр? Мына негізгі бөлікте қанша жатыр? Тәуекел жоғары бөлікте қанша жатыр? Әрқайсысының процентін шығару керек. Сосын аяқта бөлу керек. Негізгі бөлікте компаниялар қандай компаниялар? Ол сіздерге тапсырма, өздеріңіз үшін. Енді мен сіздерге қазіргі нарықтағы өздеріңіз білетін Уоррен Баффетті барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Сол Уоррен Баффеттің біз қазір Berkshire Hathaway деген компаниясының портфелін қазір сіздерге көрсетемін. Қараңыздар. Соған разбор болады сіздерде.
ол компанияны сіздерде кәдімгі өздерінің облигацияларға ұстап отқан және өздерінің кэштеріне ұстап отқан ақшалары бар. Ол ақша қазіргі таңда 300 миллиардты құрайды, түсінесіздер ме? 300 миллиард ақшаны олар ұстап отыр қазір. Облигацияда қолдарында ұстап отыр. Оны не үшін ұстап отыр олар? Нарық ертең құлайды деп жатыр. Олардың болжамдары бойынша, өткені көріп тұрсыздар, жаңа ең басында айтып кеттім, нарық достаточно қатты жоғары бағаланып тұр. Кризис болған кезде жақсы компанияларды сатып алу мақсатында қазіргі таңда 300 миллиард ақша ұстап отыр. 300 миллиард. Яғни оның жалпы портфелі қазіргі таңда 600 миллиардты құрайды. 600 миллиард. Соның енді біз тек қана екінші бөлікті алсақ, жаңағы облигация мен кэштерін шығарып тастаймыз да, екінші бөлікті қалдырамыз. Сол екінші бөліктегі акцияларындағы проценттерін қарайтын болсақ, қаржы секторында 36% қаржы секторына құйған. Түсінесіздер ме? Ну, почти мынау кәдімгі идеальный не формула. Түсінесіздер ме? Сіздерде қазіргі қаржы секторыңызда қанша процентін құрайды деп өздеріңіз сұрақ қойсаңыздар, кемі где-то 20-25-30%-ның аралығында ұстап отыруға болады. Яғни оның ішінде қаржы секторына қандай компаниялар кіреді? Біріншісі American Express деген компания. Америкадағы қазіргі Visa, MasterCard деген білетін шығарсыздар, дәл сол сияқты жұмыс жасайды. Әрбір төлемнен ақша табатын компания осы American Express деген компания. Екіншісі Bank of America деген білетін шығарсыздар, иә? Американың банкі, Америкадағы ең үлкен банктардың бірі осы Американың банкі, Bank of America деген. Түсінесіздер, иә? Бұда осыда ұстап отыр қаржы секторында. Сосын мынау шап деген несінде, бұл жерде сақтандыру компаниясы, яғни Америкадағы ең үлкен сақтандыру компаниясының бірі осы шап. Сосын Moody деген тоже қаржы секторына жатады, яғни аналитикалық компания, бүкіл данныйларды шығарады, бүкіл мемлекет бойынша. Соларды компанияларға немесе инвестиционный компанияларға сатады, сол арқылы ақша табады. Сосын Capital One деген, LA Financial деген осылардың барлығы как банктар сияқты. Инвестиционный банктар, қарапайым банктар, кредитование жасайтын, осы үшеуі сондай банктар болып табылады. Түсінесіздер ғой, иә? Инвестиционный компаниялар, сосын кредит беретін банктар. Үшеуі осындайда жатыр. Жалпы проценті, енді үшеуіне, соңғы үшеуінде аз процент болады, бірақ жоғары жақта American Express пен Bank of America'да көп процент осы жерде жатыр. Жалпы процент қаржы секторында 36% құрайды. Одан кейінгі технологиялық секторда, қараңыздар, технологиялық секторда Apple мен VeriSign дегенге осы екі компания бар технологиялық секторда. Яғни Berkshire Hathaway'дің достаточно ең көп ақшасы осы Apple'да жатыр, Apple компаниясында. Apple компаниясы, сіздер білесіздер, соңғы жылдары өте жақсы өсім көрсетті. 2020 жылдан бастап өте қатты өсті Apple компаниясы. Он как раз соның алдында ғана осы Berkshire Hathaway сатып алған Apple компаниясын. Екіншісі VeriSign деген компания. VeriSign деген қандай компания? Сіздерде Google-ға кіргенде google.com деген бар ғой, com деген нәрсені, немесе .net деген нәрсені білесіздер ғой, иә? Солардың барлығы домендер болады. Сол домендерді базаларын ұстап отыратын компания ғой, түсінесіздер ме? Сіздер мысалы домендердің уақыттары аяқталады, одан кейін компаниялар ары қарай созады. Сол кезде содан ақша тауып отыратын компания VeriSign деген компания. Яғни осы екі технологиялық компанияға бұлар ақша салған. Күнделікті тұтыну тауарларына қараңыздар, уже 15% кетті. Оның ішінде Coca-Cola бар, Kraft Heinz бар, Kroger деген бар, сосын Constellation Brands деген бар. Яғни Coca-Cola'ны сіздерге айтпасам да түсінікті. Kraft Heinz дегеніміз Америкадағы ең ірі продукттар шығаратын компания. Kroger дегеніміз Америкадағы дәріханалар бар, сосын жаңағы магазиндер бар. Солардың барлығын ұстап отқан компанияның бірі осы Kroger деген компания. Сосын Constellation Brands деген алкогольді продукттарды сататын компания. Яғни күнделікті адамдар тұтатын тауарлар, бұдан адамдар ешқашан қашып кетпейді. Оны түсініп тұрсыздар, не үшін сатып алды бұны? Өйткені бұдан адамдар бас тарта алмайды бұл нәрседен. Өйткені Berkshire Hathaway'дің ең маңызды стратегияларының бірі ол ұзақ уақытта ұстайды компанияларды. Ұзақ уақытта ұстау үшін адамдар бас тарта алмайтын компанияларды көбінесе ұстауға тырысады. Мысалы, Apple'сыз тоже қазіргі заманда өмір сүру қиын емес. VeriSign'ды тоже өмір сүре алмайды. Өйткені барлық жерде com деген сіздерде сайттарыңыз ашқан кезде сіздерге барлықтарыңызға домен керек. Мыналарсыз да адамдар тоже өмір сүре алмайды. Банктарсыз, жаңа төлемдер жүйесіз сіздер адамдар өмір сүре алмайды. Сондықтан осындай компанияларды специально таңдайды. Енді қазіргі таңда коммуникация және медиа саласына тоже қатты кіріп жатыр. Өйткені қазір TikTok, Instagram, Google олардың барлығы өте қатты популярны, адамдар онсыз өмір сүре алмайды.
Соның бірі Google, Google компаниясы. Адамдар поиск іздейді, адамдар ютубқа кіреді. Сондықтан қазіргі таңда осы Google'дың процентін көбейтіп жатыр Berkshire Hathaway. Мына компаниялардың барлығы тоже радиомен байланысты, TikTokпен байланысты, соларды ұстап отыратын компания. Liberty Media деген компания, ол неге байланысты? Формула 1-ді білетін шығарсыздар, Формула 1-дің бизнесінің медиасын қарайтын компания, басқаратын компания осы Liberty Media. Яғни осы компанияларды тоже қазіргі таңда көбейтіп жатыр. Түсінесіздер ғой, Бұл коммуникация саласына. Егер біз коммуникацияны технологиялық секторға кіргізетін болсақ, где-то технологиялық сектордың өзі байқайсыздар ма, где-то 30% құрап жатыр. Қаржы секторы, технологиялық сектор почти бүкіл портфельдің 66% құрап жатыр, және 70%. Қалғандарына 30% тиесілі деген сөз. Міне осындай жағдайларды, осындай портфельді құрған кезде сіздер бір секторға полностью кіріп кетпейсіздер, және де оны бөлесіздер, және ол компанияларды тоже ішіндегі компанияларды бір сұрақ таңдау керек. Бір сұрақ таңдау керек. Енді сондай компаниялардың бірі Microsoft. Байқайсыздар ма, Microsoft деген компания. Бұл компания туралы мен өзім аналитикалық каналымда тоже жаздым. Ол где-то жазған уақыт осы где-то 300 бен 400-дің арасында болды. Түсінесіздер ма? 300 бен 400-дің. Кейбір именно аналитикалық каналға жазған уақыт 450 болған. Өз адамдарыма жазған уақыт сұрағандарға ол где-то даже осы уақыттарда болды. 27-сі где-то 300 бен 350 мен 400-дің арасында болды. Түсінесіздер ма? Қазіргі таңда бұл компания уже 500-ге көтерілді. Бұл қазіргі AI рыногындағы негізгі компаниялардың біріне айналды. Microsoft компаниясы өткен дата-центрлер соғып жатыр. Дата-центрлерін өте қатты көбейтіп жатыр. Алдағы уақытта осы дата-центрлерге байланысты AI секторының дамуы басталады. Яғни бұл секторда как монополист сияқтының бірі осы Microsoft. Түсінесіздер ма? Қазіргі 500. Яғни сіздер где-то 380 мен 400-дің арасында сатып алған болсаңыздар, қазіргі таңда где-то 33% сіздер көретін едіңіздер. Түсінесіздер ма? 33%. Бұл Microsoft. Енді біз Microsoft-тың енді анализін бір талқылап көрейік. Қараңыздар, не үшін бұл компания өте жақсы компаниялардың қатарына жатады? Бұл кезде жаңағы төмендеп тұрған кезде мынаның P/E где-то 22 болған. Түсінесіздер ма? Қазіргі таңда уже 27-ге көтерілді. Яғни бизнес пен бизнестің қаржылық жағдайы екеуі почти теңесті деген сөз. Бұл P/E деген көрсеткішті біз қалай алдық? Мына жерде маркет кап деген көріп тұрсыздар ғой, маркет капитализациясы, яғни нарықтың бағалап тұрған ақшасы. Қазіргі таңда қаншаға беріп жатыр бұған? 3 триллионға бағаланып тұр қазір бұл. 3-6 триллионға бағаланып тұр. Осы ақшаны сіздер мынау income деген көріп тұрсыздар. Income деген компанияның тауып жатқан прибілі. Бұл бір жылдық прибіль. Егер соған бөлетін болсаңыздар, қазіргі таңда 133 миллиард тауып жатыр екен бір жылда. Соған бөлсеңіздер, 27-56 деген шама шығады сіздерде. Бұл сектор айтып отырмын ғой, осы уақытқа дейін жаңа 300 бен 380 мен 400-дің арасында тұрған кезде P/E-лары бұлардың 22 болып тұрған. 22. Яғни нарықта достаточно төмен бағаланып тұрған компаниялардың бірі болған бұл. Одан кейінгі назар аударатын нәрсе, бұл компанияның долгы, debit equity деген көріп тұрсыздар. Яғни компанияның долгын компанияның меншікті капиталына бөлеміз, яғни компанияның өзінің капиталына. Бұл кезде 0,29 деген сөз. Яғни компанияның долгы компанияның өзінің ақшасының 29%-ін құрайды деген сөз. 29%. Түсінесіздер ғой, бүкіл ақшасының компанияның долгы 29% құрайды. Ал долгосрочный жерде міндеттемелер деген болады, компанияның LT debit деген көріп тұрсыздар, ол 25% құрайды, яғни бұл көрсеткіш өте жақсы. Одан кейін ROE дегенді көріп тұрсыздар, компанияның қалай анықтайды, income дегенді көріп тұрсыздар, 133 миллиардты. Сол компанияның собственный капиталы болады, мына жерде ол көрінбей тұр, собственный капиталына бөлетін болған кезде 34% дегенді көресіздер. Яғни компанияның менеджерлері компанияның ақшасын өте жақсы пайдаланып жатыр деген сөз. Түсінесіздер ғой, Мысалы, жылына сіздер компанияда $100 болатын болса, сол $100 алады да, олар $34 табады деген сөз. Жылына. Түсінесіздер ма? Егер оларда 1 миллиард болатын болса, сол 1 миллиардтан 340 миллион таба алады деген сөз. Соны көрсететін мультипликатор, ROE деген мультипликатор, ол 34 деген көрсетіп тұр. Яғни компанияның менеджерлері өте жақсы жұмыс жасап жатыр дегенді көрсетеді. Түсінесіздер ғой, Және де бұл компанияның прибілі жылдан жылға өсіп жатыр. Оны EPS деген көріп тұрсыздар. EPS деген нәрсені көрсеңіздер, ол
соңғы кварталда 31%-ке өскен, ал компанияның выручкасы 17,75%-ке өскен. Яғни әр квартал сайын компания өзінің прибылін арттырып жатыр деген сөз. Осы параметрлерге қарап және компанияның продукттарына қарап, компанияның қаншалықты дұрыс бағаланып тұр, бағаланбай тұр, соны алдын ала анықтауға болады. Түсінесіздер ғой, иә? Алдын ала анықтауға болады. Сол анықталған параметрге қарап, компанияның өсімін есептеуге болады. Қанша процентке ол өсе алады жылына. Сол өсіміне қарап, компанияның риск прибылін шығаруға болады. Бұл қанша процентке құлайды, яғни сіздер сатып алатын кезде құлау вероятності бар және өсу вероятності бар. Егер оның өсуі мысалы бір жылда өсетін проценті 50% болатын болса, ал құлауы 10% болатын болса, сіздердің риск прибыльдарыңыз онда 5/1 деген сөз. Яғни түсінесіздер ме? 5/1 деген риск өте жақсы риск болады. Яғни бұл компанияда сол уақытта өте жақсы риск прибыль болды, және бұл компанияның өсу проценті өте жоғары болды. Сол кезде бұл туралы мен чатқа жаздым негізі. Түсінесіздер ғой, иә? Енді қараңыздар. Енді сіздерге давайте жазып жіберіңіздер. Тоже түсінікті болды ма? Осы не? Қалай өтті, сіздерге түсінікті ма, түсініксіз ба? Осы анализ Microsoft бойынша. Тұрасыздар ма? Түсінікті болды ма, түсініксіз болды ма, тоже жазып кетейік. Түсінікті дейді, жігерге түсінікті екен, қалғандарыңызға түсінікті ма? Тоже жазамыз қалғандарыңызға. Қалғандарыңыз тоже жазып кетсеңіздер. Түсінікті дейді, түсініп жатқан кісілер бар енді. Кейбіреулеріңізге түсініксіз болмауы мүмкін, өйткені бұны біз жалпылай айтып жатырық, жалпы түрде. Бірақ сіздердің мақсаттарыңыз өз портфельдеріңіздегі балансты дұрыс ұстау. Түсінесіздер ғой, иә? Дұрыс ұстау сіздерде. Енді қараңыздар, біз осы нәрсені мен айтқанымды тоже доказательствосын қойып кете салайық, сіздерде. Бұл мына жерде Microsoft дегенге қарасаңыздар болады. Мынау мен қазіргі жеке жұмыс жасап отырған Ораз деген жігіт. Бұл жерде Microsoft туралы мен сатып алған, бұл кісі жақында бастады, 1,5 где-то 1-2 айдай болып қалды бастағанына бұл кісінің Microsoft-та. Көрдіңіздер ме? Мына жерде 0,92% көрсетті, 385-тен сатылып алған бұл Microsoft-та. Бұл кісімен анализ жасағанда біз Microsoft-ты мен бұл кісіге ұсынғам. Сол кезде Meta ұсындық, Microsoft ұсындық, яғни осы компаниялар ұсынған. Одан кейін Meta өте қатты көтерілді. Яғни сол кезде бұл кісі пайда тапқан адам. $283 тапты пайда Метадан. Метаны мен жалпы жазғаныма, аналитикалық каналды жазғаныма өте көп уақыт болды негізі. Ең басында мен аналитикалық каналда отырған болсаңыздар, Мета туралы мен жазған, бұл компания нарықта өте төмен бағаланып тұрған компаниялардың бірі. Сол кезде мына жігітке де ұсынғам. Бұл жігіт сразу Мета компаниясын сатып алды, $400, 400 түгін сатып алған, яғни $622 400 түгін сатып алды. Сол арқылы где-то аз уақыттың ішінде көтерілген кезде $283 тапты. Түсінесіздер ғой, иә? Енді қараңыздар, Microsoft-ты қарап тұрыңыздар. Қазір мына жерде уже Microsoft кетеді. Метаны сатқан. Мына жерде Микронды айтып жатсыздар, Микронды білетін шығарсыздар. Микронды мен постоянно айтып жатырмын. Мына жерде Microsoft сатқан нелері бар уже. $69 қазіргі таңда уже оны тағы да ұстап отыр жағында. Метаны сатқан нелері бар. Яғни осы компанияларды сату арқылы қазіргі таңда ол кісі ағылған. Отыра тұрыңыздар, 1 минут. Қараңыздар, Микрон туралы мен үнемі айтып жатырмын. Чаттар туралы, ол чатты бірнеше рет бұл компанияны пайдаландық біз Микрон бойынша. Әртүрлі бағада сатып алдық, яғни төмендеген сайын сатып алып, көтерілгенде сатып отырған. Microsoft-та да тоже көріп тұрсыздар осы жерде. Енді қараңыздар, прям подтверждение болсын, иә, сіздерде.
Оның бірін Microsoft бойынша Ағатай деген жігітке айтқан, мен өзі жазған 27 июль күні. Байқайсыздар ма, 27 июль күні қандай компания сатып алайын дейді. Бұл қазір менің курсымдағы жігіттің бірі, Ағатай деген жігіт. Мен айтам, Microsoft дұрыс деймін. Түсінесіздер ме? Google-ды алсаң, қазір кішкене қиындықтар бар. Бірақ осының ішінен таңдайтын болсаң, онда Microsoft дұрыс деген сияқты. Түсінесіздер ме? Ал мына жерде аналитикалық каналда жазылған Microsoft 450, алдағы уақытта ол 560-ға дейін барады деймін. 560-ға дейін барады. Бұл, қараңыздар, уақытын қарасаңыздар, 27 июль күні Microsoft-тың тұрған бағасы, давайте бір қарап өтейік, 27 июль күні где-то 380 мен 400-дің арасында болған. Түсінесіздер ме? 380 мен 400-дің арасында болған Microsoft 27 күні. Одан кейін как раз 3-4 күн өтті, и Microsoft-тың бағасы көтерілді. Түсінесіздер ме? Көтерілді. Яғни отчеты шықты, өте жақсы шықты. Сол кезде бірден 450-ге кетіп қалды. Түсінесіздер ме? Бірден 400-ге кетіп қалды. Енді қазір ол 500 тұрады уже. Түсінесіздер ме? 500 тұрады. Енді қазір сатып алсаңыздар, уже ондай қатты өсім ала алмайсыздар. Қазір сатып алсаңыздар, где-то 550-ге дейін барады да, сол жерде ол біраз уақыт тұрады сіздерде. Түсінесіздер ме? Сол жерде біраз уақыт тұрады. Қазіргі риск пен прибылі өте нашар, уже 11% дегеннен кейін өздеріңіз түсіне берсеңіздер болады. Ал мына жерде сатып алған болсаңыздар, 27 июль сатып алған болсаңыздар, егерде қазіргі таңда мынаған жеткен кезде, 450-ге жеткен кезде почти 40-50% таба алатын едіңіздер. Бұл аналитикалық каналда берілген ақпараттар. Түсінесіздер ғой, одан кейін Микрон бойынша, Микрон қазіргі таңда 960-қа бірінші қойып отыр бағаны. 960-қа жеткен кезде оның сатып алған, бізде курста сатып алған адамдар бар, жаңағы өзім сатып алған адамдар бар, жаңағы жігіттің сатып алған суммасы бар. Біріншісі шығару 960 деп есептеп жатыр. Түсінесіздер ғой, сол кезде жартысын сатуға болады Микрон бойынша. Қазіргі таңда где-то 880, ал бұл бағаны біз сатып алып бастаған кезде даже $800 сондайдан сатып алып бастаған кездерде болды. Түсінесіздер ме? Әртүрлі бағада сатып алдық бұл Микронды. Одан кейін қараңыздар, қазіргі Nvidia бойынша тоже айттым. Nvidia бойынша бұны аналитикалық каналды жаздым ба, өз каналымда курс мүшелеріне жаздым. Nvidia-ға ақша салуға болады деген. Бұл 3 августте мен жазғам. Түсінесіздер ме? Ол рекомендацияны оның алдында беріп қойғам. Қазіргі 3 август күні 61%, қазірде где-то 8-9%-ке көтеріліп кетті Nvidia. Түсінесіздер ғой, 8-9%. Әрине алдағы уақытта одан да үлкен өсім көреміз бұны. Intel бойынша тоже айттым. Intel бойынша қазіргі таңда где-то Intel-дің өзі 7-8% тоже көрсетіп жатыр. Яғни бұл аналитикалық каналдарда бізде айтылатын ақпараттар. Енді бұны әр курс мүшесі өзінің капиталына байланысты белгілі бір мөлшерін салу арқылы осы активтерден, яғни жақсы компаниялар, дұрыс бағаланбай тұрған компаниялардан, жаңа айтып өттік қой, бізде 10-15% бөлік бар. Сол бөлікте сіздерде соған сатып алып, қысқа уақыт аралығында портфельдің процентін арттыру мақсатында. Түсінесіздер ғой, одан кейінгі мына жерде тоже как нелер жазылып кеткен екен ғой, подтверждение ретінде. SanDisk туралы тоже бізде қазір не бар? Егер $1000-ға төмен түсетін болса, бізде риск 2% болады. 1-2%. Сол кезде бұл компанияларға уже қысқа мерзімде жақсы процент алуға болады бұл компаниялардан. Енді қараңыздар, сіздерге мына нәрсені айтып өтейін. Құндылық формуласы деген нәрсе. Сіздердің өздеріңіздің қалайтын нәтижелеріңіз бар. Түсінесіздер ғой, қалаған нәтижелеріңіз. Ол жаңағы сіздер көрсеткен 30 миллион, сіздер көрсеткен 50 миллион, сіздер көрсеткен 70 миллион. Жаңа үлкен капитал жинаймын деп жатырсыздар, біреулеріңіз пассивті табыс деп жатырсыздар. Әрқайсыларыңызда өздеріңіздің суммаларыңыз бар. Қалаған нәтижелеріңіз бар. Сол қалаған нәтижеге жету үшін сіздерге бірінші нәрсе сенімділік керек. Түсінесіздер ғой, өйткені сіздер мысалы Intel-ге ақша салатын болсаңыздар, қаншалықты сенімді болып ақшаларыңызды саласыздар. Немесе Халық банк акциясын сатып алуларыңыз келсе, қаншалықты үлкен суммамен сатып алуға сіздердің сенімділіктеріңіз жетеді. Одан кейін, егер де сіздер дұрыс компанияларды дұрыс таңдамайтын болсаңыздар, әрине нәтижеге жету уақыты ұзаратыны түсінікті. Оны өздеріңіз түсініп отырсыздар, егер де сіздердің сенімділіктеріңіз аз болатын болса, немесе аз суммадан салатын болсаңыздар, сіздердің қалаған нәтижелеріңізге жету уақыттарыңыз ұзарып кетеді. Оны өздеріңіз біліп тұрсыздар. Одан кейін жұмсалатын күш пен энергия. Қаншалықты сіздердің білімдеріңіз, тәжірибелеріңіз және де бөлетін уақыттарыңыз бұл неге
жаңа капиталды жинауға бөлетін уақыттарыңыз қаншалықты аз болатын болса, соншалықты сіздердің қалаған нәтижелеріңізге жету уақыттарыңыз тоже ұзарып кетеді. Түсінесіздер ғой, иә? Енді мен сіздерге қазіргі жасалып жатқан курста жасалып жатқан ақпараттарды айтамын. Менің негізгі мақсатым осы қалаған нәтижеге жету үшін, яғни адамдардың сенімділіктерін арттыру, нәтижеге жету уақыттарын азайту және жұмсалатын күш пен энергиясын азайту. Түсінесіздер ғой, иә? Осы нәрсені азайтқан кезде ғана сіздер жақсы капиталға жете аласыздар. Давайте қазір курс мүшелеріне мен осы мәселелерді барлығын қосып жатырмын. Біріншісі әрине ол курс сияқты білім беріледі. Біріншісі ең басты нәрсе осыдан басталады, иә. Одан кейін консультация болады. Консультация жылына 2 рет, яғни консультация болады. Сол консультация кезінде әр адамның портфельдерін тексереміз. Портфельдерінде қаншалықты қай активтер аз процент беріп тұр, қай активтер жоғары процент беріп тұр, қай активтерді құртуға болады, қай активтерді көбейтуге болады, қай активтерге сенімді түрде көп ақша салуға болады. Яғни сіздерде ол нәрсенің барлығы жеке консультацияда берілетін ақпараттар. Түсінесіздер ғой, иә? Осы жерде болады. Яғни білім мен консультация екеуі бірге жүру керек. Егер ол екеуі бірге жүрмесе, онда просто білімді аласыздар, оны ошибкаларыңызды өздеріңіз анықтай алмауларыңыз мүмкін. Сондықтан көп ошибка жіберіп қоясыздар. Үшінші нәрсе, даже сіздер айтып жатырмын, адамдар білім алады, консультациясын алады, бірақ оларда уақыт болмауы мүмкін. Просто жаңа компанияларды іздеп отыруға уақыттары болмайды, өйткені өзге басқа жұмыстары бар. Сол үшін нақты аналитикалық канал болады. Аналитикалық каналды біртіндеп дамытып жатырмыз. Аналитикалық каналда жаңағы компаниялар көрсеттім ғой, мен аналитикалық каналда болған. Сол компанияларда сіздерге риск прибыльдерін көрсетіп, мен курс мүшелеріне салып отырамын осы жерде. Соларды әр курс мүшелері өздерінің ақшаларына сай белгілі бір суммада алып отырады да, өздерінің портфельдегі проценттерін арттырады. Түсінесіздер ғой, иә? Енді қазіргі таңда одан самайын дамытқым келіп жатыр. Бұл жерде апта сайын сіздерде компанияларды полный талдап, курс мүшелеріне, ол компаниялар портфельде қандай үлесте болу керек, ол компаниялардың волатильності, нарықтағы рискі, соның барлығын көрсететін қосымша тағы бір нені папканы қосқым келіп жатыр қазір. Яғни осы 4 нәрсені егер біріккен кезде, менің ойымша қазіргі таңда, иә, осы 4 нәрсе полный бір неге келген кезде, адамдар, яғни клиенттер максималды түрде өздерінің қалаған нәтижелеріне аз уақытта жете алады деген менде қазір ой қалыптасып жатыр. Түсінесіздер ғой, иә? Соған байланысты қазір осы нәрселерді күшейтіп жатырмын. Енді қараңыздар, мен сіздерге қазір курстың құрылысын көрсетемін. Егер араларыңызда осындай мүмкіндіктерді алам дейтін кісілер болатын болса, маған жазасыздар. Әрине бұл араларыңызда курстың мүшелері деп отыр. Ол кісілерге бұл нәрселер уже ашылып жатыр. Білім, консультация және аналитикалық канал ашылып қойған. Яғни практикалық қолдау тағы да бір папка ашылады. Сол папкалар арқылы олар қосымша сенімділіктерін арттырады. Одан самайын проценттерін арттыруға болады. Менің курсымда негізі біріншісі, білім деген жерге келейікші. Білім деген жерде мынандай 7 бөлім бар. Инвестицияның мүмкіндіктері, не себепті инвестиция жасайсыздар. Қазіргі УИП деген нәрсені білетін шығарсыздар, иә. Недегі пенсионкадағы ақшаны инвестиционный компанияларға аудару, ол компанияларды қалай басқарып отыру, проценттерін, соларды тексеріп отыру туралы болады. Бірінші бөлімде, екінші бөлімде әрине компанияларды зерттеу, уже компанияның 3 негізгі отчеты бар. ПНЛ деген отчеты, баланс, ақша ағыны деген отчеттарды, отчетностьті зерттеу. Бір неме айтқан кезде. Үшінші бөлім облигацияларды қалай таңдау керек, не істеу керек, қандай ошибкалар жібермеу керек, сол бойынша толық облигация бойынша толық ақпарат беріледі. Үшінші бөлімде. Төртінші бөлім толық акцияларға бағытталған, мультипликаторлар жаңа көрсетілген, соларды тереңдеп зерттейміз және экономиканы зерттейміз. Сосын компанияның ішкі құны деген нәрсе болады. Яғни компанияның қаншалықты дұрыс бағаланып тұр. Соны мен көрсетемін. Сосын ETF деген. Қандай ETF-тер бар, қандай ETF-тер арқылы көбірек пайда табуға болады. Ол бойынша да өте үлкен ақпарат бар. Сол ETF-терді толық талдау. 6-шы бөлім жаңағы стратегияларға байланысты болады, шешім қабылдауға. 7-ші бөлімде портфельдің балансы. Портфельдің балансын сіздерде кәдімгі Excel-де көрсетіледі. Excel-де қандай даже кризис болса да плюспен шығып кетуге болатын. Түсінесіздер ме? Кризис болса да. Осындай жағдайлар.
егер де қызық болатын болса, міне қараңыздар, уже мынау ашылған нелер осындай үш папка ашылады. Ақылды инвестор деген, яғни Zoom болады. Бүкіл білім Zoom арқылы беріледі. Одан бөлек видео сабақтар бар. Облигация бойынша, акциялар бойынша сол видео сабақтар ашылады. Сосын компанияларға тиімді бағада сатып алу деген, жаңа айтып өттім ғой, компаниялардың рисктері мен прибыльдарын көрсетіп отыратын не бар. Айтса видео салып отырмын. Соларды көріп, сіздер өздеріңіздің портфельдеріңізге қосып отырсаңыздар болады. Әрине өздеріңіз рисктеріңізге, өздеріңіздің капиталдарыңызға байланысты. Қалай істеу керек, қандай брокер арқылы болады, оның барлығы сол жерде курс барысында негізі айтылады барлығы. Енді оқимын деген адамдар болса араларыңызда, яғни осындай мүмкіндіктер, қазір бұндай мүмкіндіктерді өздеріңіз нарықты примерно көріп жүрген болсаңыздар, мындай 4 нәрсені ешкім сіздерге жасап бермейді, түсінесіздер ғой, білім, консультация, аналитикалық канал және постоянно жаңа компанияларды беріп отыру, риск пен прибыльне байланысты. Вот осы 4 нәрсені қазіргі таңда рынокта почти жоқ деп ойлаймын мен негізі жасап жатқандар. Егер де сіздер новичок болсаңыздар, бізде программа сондай, бірақ жеңілдетілген форматы бар, тек новичоктар. Түсінесіздер ғой, әлі брокерлік счет жоқ сізде. Сондай болсаңыздар, міне инвестор бол деген. Ал егер де сіздер новичок емес, портфельдеріңіз бар адамдар болсаңыздар, мен негізі көбінесе сондай кісілермен жұмыс жасаймын. Ол кісілерге міне аптасына 2 рет Zoom, 7 толық бөлім, 1 жыл доступ болады. Одан үй тапсырмалар беріледі, аналитикалық каналға 2 жыл доступ және 2 Zoom жеке консультация туралы айттық қоя. Сол консультациялары беріледі. Сол консультацияда, яғни портфельдеріне стратегияның барлығын жеке адамның психологиясына байланысты қойылады. Бұл қазіргі таңда 100 мың теңге. Мынау 120 мың теңге. Ал новичок болсаңыздар 100 мың теңге емес, мына жерде 80 мың теңге. Түсінесіздер ғой, жеңілдетілген формат. Яғни сіздер қараңыздар, өздеріңіз үлкен капитал құрған кезде, үлкен капиталда сіздер 10 миллионға жеткен кезде қалай басқарасыздар? 20 миллионға жеткен кезде қалай басқарасыздар? Яғни ол жердегі капитал, үлкен капиталды сенімді компанияларға салу керек. Түсінесіздер ғой, сенімді компанияларға. Адамдар келген кезде 30 миллион теңге жинаймын деп айтады. Мысалы, мен консультацияда өткіземін көп. Консультацияда адамдар айтады, маған там 50 миллион теңге керек дейді да. 50 миллион теңгені айтамын да, сен мысалы 3 миллион теңгеңді қандай компанияға сенімді түрде сала аласың? Түсінесіздер ме? Қандай облигацияға сен сенімді түрде сала аласың? Сіздер сол нәрсені өздеріңіз ойланып көріңіздер. Егер менің капиталым, үлкен капитал жинағым келеді, бірақ ол мен капиталды қандай компанияға сенімді түрде сала аламын? Түсінесіздер ғой, үлкен капиталда сіздер сенімді компанияларға салуларыңыз керек. Оларды дұрыс таңдауларыңыз керек. Олар сіздерге жылына дұрыс процент беру керек. Ол нәрсені сіздер просто бұл сфераны терең зерттемей, терең білмей, яғни сіздерге көрсетіп отыратын адам болмай, ол нәрсені қалыптастыру өте қиын. Оны өздеріңізде білесіздер деген ойдамын. Түсінесіздер ғой, егер де сіздерде қызығушылық болатын болса, әрине, қараңыздар, курсқа жазылу, номерді скрин етіп алсаңыздар болады. Сіздерге көрсеттім, нені портфельді қалай болу керек. Ол портфельдің ішіне алыну керетін технологиялық компания болса, қандай технологиялық компания? Түсінесіздер ме? Қаржылық компания болса, қандай қаржылық компания ол? Вот сол компанияларды сіздер дұрыс таңдауларыңыз керек. Сол үшін сіздерге любой адамға негізі, любой секторда наставник точно керек, түсінесіздер ме? Онсыз үлкен, даже бизнес болсын, басқа сфера болсын, түсінесіздер ме? Постоянно ақылдасып отыратын, постоянно сұрап отыратын, көріп біліп отыратын адам керек. Оны өздеріңіз білесіздер. Егер ондайда керек емес дейтін болсаңыздар, әрине жаңа айтып өттік қой, уақыттарыңыз, жаңағы жұмсалатын уақыт, энергияларыңыз, күштеріңіз өздеріңіздің тараптан өте үлкен болу керек, және капиталға жету уақыты да ұзарып кетеді. Бұл нәрсені өздеріңіз түсінесіздер. Так что егер де қызығушылық болса, номерді скрин жасап алсаңыздар болады, осыған жазасыздар. Болмаса, әрине сіздер жаңағы ақпаратты өздеріңіз көрдіңіздер, портфельдің балансын. Сол баланспен портфельдеріңізді өздеріңіз реттеңіздер. Түсінесіздер ғой, өйткені кез келген уақытта кризис болады, кез келген уақытта экономика бұзылады, кез келген уақытта компанияның жағдайы нашарлайды. Сол кезде бүкіл капитал бір неде болатын болса, портфельдеріңіз өте құлайды. Сол кезде сол нәрсені сақтап қалатын сіздерде толық не болу керек, стратегия болу керек, дұрыс балансқа бөліну керек, диверсификация болуну керек, барлығы сіздерде болу керек. Осы жағдай. Түсінікті деген ойдамын, Давайте жазып кетіңіздер, сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Тоже жазып кетіңіздер. Түсінікті болды, Түсінікті болды. Қалғандарыңызға жазып кетіңіздер.
Вот мына бізде араларыңызда курсқа қатысқан кісілер бар, түсінесіздер ғой, иә? Өздері де жазып жатыр, түсінесіздер ғой, иә? Барлығы түсінікті болды. Егер де сіздерде қызығушылық болса, осы номерге жазасыздар. Қазіргі таңда айтып өттім ғой, 10 орын бар. Мен андай көп адам алмаймын. Жалпы 10 орын болады. Сол 10 адаммен жұмыс жасайды, және соңында басынан бастап, енді бұл курстағы адамдарға басынан бастап аналитикалық каналға бірден доступ алынады. Сол доступтың арқасында сіздер даже курстың соңына дейін, және ол адамдар аналитикалық каналда 2 жыл отырады. Өздеріңіз ойлаңыздар, 2 жылда сіздер өздеріңіздің капиталдарыңызбен курстың бағасын там 45 рет, 10 рет, мүмкін капиталға байланысты 10 рет, 15 рет, кейбір адамдар 100 рет қыстап алу мүмкін. Түсінесіздер ғой, иә? Өйткені біз қазір ол жақта максималды түрде күшейтіп жатырмыз. Алдағы уақытта күшейе береді. Сондықтан енді клиенттер үшін максималды түрде возможность жасаймыз біз.